жас. Бұл сөзде қаншама ұлылық пен мейірім, парасат тұнып тұр. Ол ұрпақ санасына сәуле құятын шамшырақ, жүрекке жол табатын шынайы жан. Осындай ұлағатты ұстаздардың бірі тарих ғылымдарының кандидаты, доцент, профессор, бүгінде ғасыр құрдасына айналып отырған ғибратты ғұмыр иесі Қапира Сәдуақасқызы Сәдуақасова. Қапира Сәдуақасқызы 1926 жылы Павлодар облысының Ермак ауылында, қазіргі Ақсу қаласында дүниеге келген. Балалық шағы ел басына күн туған алмағайып кезеңмен тұспа-тұс келді. Тағдыр тауқыметін ерте тартқан болашақ ғалым ата-анасынан ерте айырылып, балалар үйінде тәрбиеленді. Алайда өмірдің ауыртпалығы оның жігерін жасыта алмады. Керісінше қайсар мінезімен білімге деген құштарлығы үнемі алға жетеледі. 1935-1941 жылдары Алматы қаласындағы номері 35 мектепте білім алып, кейін Шымкент қаласындағы номері 7 орта мектепте оқуын жалғастырды. 1945 жылы Алматы қаласындағы Қыздар педагогикалық институтына түсіп, 1949 жылы сәтті аяқтап шығады. Осылайша жас маманның ғасырлық жолға жалғасқан ұстаздық жол басталды. 1949 жылдан бастап Шымкент қаласындағы жоғарғы оқу орындарында, мұғалімдер институтында, педагогикалық институтта, кейін Қожа Ахмет Яссауи атындағы халықаралық қазақ-түрік университетінің Шымкент институтында аға оқытушы, доцент, кафедра меңгерушісі қызметтерін атқарды. Бір мекемеде табан аудармай 49 жыл еңбек ету сирек кездесетін адалдық пен тұрақтылықтың белгісі. 1976-1986 жылдары әлем тарихы кафедрасын басқарды. 1998 жылдан кейін де ұстаздық қызметін жалғастырып, Оңтүстік Қазақстан педагогикалық университетінде доцент болды. 2022 жылы университеттің ғылыми кеңесінің шешімімен оған профессор атағы берілді. Бұл ғұмырлық еңбектің лайықты бағасы еді. Ғылыми ізденіс жолында Қапира Сәдуақасқызы елеулі із қалдырды. 1967 жылы «Развитие женского образования в Казахстане» тақырыбында кандидаттық диссертация қорғап, 1969 жылы осы аттас монографиясын жарыққа шығарды. Қазақ қоғамындағы елдер білімінің даму тарихын ғылыми тұрғыда зерттеп, тың деректермен толықтырды. Ұстаз жоғары білікті педагог кадрларды дайындаған үшін Қазақстанның 40 жылдығы, Қазақстанның 50 жылдығы медальдармен, халық ағарту ісі үздігі белгісімен марапатталды. Дегенмен Қапира апай үшін ең шынайы марапат шәкірттердің жүрегіндегі құрмет еді. Ол дәріс оқығанда қағазға қарамай, тарихи оқиғаларды көз алдыңа елестетіп, жүйелі, нақты мысалдармен баяндайтын. Әсіресе ежелгі шығыс пен Арктика тарихын ерекше шабытпен түсіндіретін. Ежелгі Үндістан, Қытай, Қос өзен, Египет өркениеттері туралы әңгімелегенде аудитория ішінде мүлгіген тыныштық орнайтын. Грек аңыздарын баяндағанда студенттер өздерін ежелгі Эллада әлемінде жүргендей сезінетін. Зевс, Гера, Аполлон, Афродита, Афина, Паллада, Гомер, Одиссей туралы әңгімелері көркем фильмдей әсер қалдыратын. Егей теңізін сипаттағанда толқын үні құлаққа келгендей күй кешетін. Ұстаз сөзі шәкірт қиялын тербеп, тарихқа деген сүйіспеншілікті оятатын. Қапира апайдың тағы бір ерекшелігі кітапқа деген шексіз құрметі. Шаршағанда кітап оқысаңдар, демалып қаласыңдар дейтін. Бұл сөздің мәнін шәкірттері уақыт өте келе терең түсінді. Ғылыми ізденіс үстінде, шаршаған сәтте көркем әдебиетке үңілу, жан тыныштығын табудың бір жолы екенін ұқтырды. Ол әр тақырыпқа байланысты тек ғылыми еңбектерді ғана емес, көркем шығармаларды да ұсынатын. Сол арқылы студенттердің тарихи танымын кеңейтті. Ұстаздықпен қатар Қапира Сәдуақасқызы жас ғалымдарға қамқор болды. Кандидаттық, докторлық диссертация қорғауға ниет білдірген жас кадрларға бағыт-бағдар беріп қолдау көрсетті. Қоғамдық жұмыстарға белсене араласып, оқу орнының рухани өміріне үлес қосты. Қапира апай тек ғалым ұстаз ғана емес, адал жар, ардақты ана, аяулы әже. Өмірлік жары белгілі журналист, Оңтүстік Қазақстан газетінің бас редакторы болған Әсет Үсіпұлы Тілеукеев. Ол кісі жұбайына арнаған жырында Қапира апайдың отбасының берекесін сақтаған асыл жан екенін тебірене жазады. Бұл олардың өзара сыйластыққа, махаббат пен түсіністікке құрылған өнегелі шаңырақ болғанының айғағы.
Қапира апайдың өмір жолы табандылықтың, адалдықтың, еңбекқорлықтың үлгісі. Қаршадайынан тағдыр сынағына төтеп берген қайсар қыз ғылым мен білім жолында қашымай еңбек етті. Зейнет жасына жетсе де ұстаздық қызметін тоқтатпай, шәкірт тәрбиелеуді жалғастырды. 98 жасқа келген шағында шәкірттерін қуанышпен қарсы алып, батасын беріп, өткенді саралап, болашаққа сеніммен қарауға үндеп отырды. Ол кісінің әрбір сөзі өмірлік сабақ. Жандарыңа жақсы адамдар ерсін деген батасы, шәкірттеріне деген шынайы тілегі. Айналасына шытарлықпен емес, құштарлықпен қарайтын кең жүрегі. Жанының тазалығы мен ниетінің мөлдірлігі оны ерекше тұлға етті. Қапира Сәдуақасқызы Сәдуақасова бір дәуірдің куәсі ғана емес, сол дәуірдің рухани келбетін қалыптастырған жан. Оның ғұмыры ұстаздықтың ұлы миссиясына адал қызмет еткен өнегелі ғұмыр. Қапира апайдың өнегелі өмірі мен тағылымды жолы кейінгі буынға әрдайым үлгі болып қала береді. Кабинетім құтты болсын, сендерге жұмысты болсын. Сендер сондай үлкен апаларыңнан озып кеткен үлкен қадым болыңдар. Айналайын балалар, осы жерде оқып жүрген балалар, ел басқарып жүрген адам, олардан озып елге әйгілі болыңдар. Әлгілі жастарды алсайтын болсын. Жемісті, еңбектерің жемісті болсын, табыстарың күшті болсын. Осы институттан шыққан жас ұландар бақытты болсын, жемістері жемісті болсын, елге әйгілі болсын, елдің сүйікті азаматтары болсын. Аумин.